Құрметті достар, біз енді арғы сабағымызды жалғастырамыз. Екінші тараудың Spring Bootқа кіріспе және Spring MVC туралы қысқаша ақпарат айтып кетеміз. Одан кейін тақырып 7.1, 7.2-ге веб қосымша дегеніміз не және магия Spring Boot'та. Енді Spring Boot не үшін пайда болды, қалай болды, сол туралы айтылады. Енді осы уақытқа дейін біз Spring жайлы үйренген болатынбыз. Spring Boot негізі Spring'тің әсерін жасалған нәрсе бізге жеңілдету үшін, автоматты түрде оңайлату үшін нәрсе жасалған. Бізге бизнес логика жазуға ыңғайлы болу үшін жасалған фреймворк. Фреймворктың ішіндегі фреймворк. Сонда Spring Boot бізге жаңағы өзіміз configuration, project config, контекстің бәрін өзіміз қолмен құрған болатынбыз. Енді бұл жолы құрудың қажеті жоқ. Бір жалғыз аннотация бар, Spring Boot application деп. Сол аннотация арқылы бәрін бізге компонент бәрін сканировать етіп өзіне контекстке қосып алатын еді. Енді қысқаша шолу веб-приложениеміз не? Веб-приложение дегеніміз кәдімгі веб-браузерде көретініміздің приложениеміз, сайт сияқты ашқандарыңыз. 90-шы жылдарда бізде браузер болмай, интернет болмағандықтан біз кәдімгі программа ретінде ашатынбыз. Мысалы, папка сияқты ашат, мысалы, Acrobat Reader ашқан сияқты программаларды ашатын едік. Ол десктоп деп аталды. Компьютерде орналатын. Қазір уақытта біз кез келген браузерде, Chrome'да ашып көреміз. Осыны веб қосымша деп аталады, веб-приложение деп. Соған байланысты одан бөлек мобильді қосымшалар шықты. Сонымен байланысты сөйтіп дамудың арқасында бізге Spring Boot REST сервистер бізге қатты дамып кетті, сол себепті. Енді жаңа айтқандай біздің пользователіміз біз өзіміз веб-клиент браузерда ашамыз, немесе мобильді қосымшаны ашамыз да бір адрес тереміз. Маған товарлардың спискісін береді. Мысалы, Mail.ru деп ашсақ, Mail.ru или Google десек, сол фронт болып аталады. Бізге мысалы көрінетін нәрсе. Мына жағын фронт өзіміз көріп тұрған нәрсені фронт деп аталады. Ал ішкі жағында логика бірдеңе даныларды, деректерді алу үшін, бірдеңе іздеу үшін деректерден ол базадан сақталады дерек қорларда. Соның жауабын біз аламыз. Мысалға қарасаңыздар, мен қазір мысалы тест деген жазу жіберем. Бұл запрос ретінде кетеді, ал бұның базадан алып бізге жауабын қайтарады. Соны көрдіңіздер ме? Жауап келді міне. Query text деп. Енді жаңа айтқандай мобильді қосымша, фронт болады, сайт болады, сол сияқты. И және десктопында болуы мүмкін. Соның бәрін бэкэндке барады. Бізді бэкэндте Spring Boot'та жазып, соған керекті жауаптарын қайтарып отырамыз. Запрос аламыз, келген сұрау бойынша, сол келген сұрауына байланысты жауап қайтарамыз дерек қордан. Енді жаңа айтқандай фронт-энд, бэкэнд деп туралы айтып кеттім. Одан кейін JSON ретінде қайтып келуі мүмкін. Сіздерге HTML емес, жай JSON ретінде қайтып келуі мүмкін. HTML дегеніміз мынау біздің өзіміз көріп тұрғандай веб-браузерде салудың нәрсесі, тілі HTML деп аталады. HTML JavaScript и CSS пен әдемілеп экранға адамдарға шарт береді, фронт жағын көру. Ал бэкэндте бізде Javaдан басқа бөлекте тілдер бар, Go, Python деген сияқты, PHP, неше түрлі нәрселермен жазуға болады. Біздің бағытымыз Java болғандықтан біз Spring бойынша айтыламыз. Енді бізде Spring өз мүмкіндігінше мынау запросымызды, сұрауымызды Spring өзі түсінбейді. Оны анықтау үшін бізге контейнер сервлет керек, Tomcat деп аталады. Бұл бізден келген запростарымызды, сұрауларымызды Java объектісіне айландырып береді. Содан кейін Java объектісіне айландырғаннан кейін барып Spring'ке барады. Spring'тен арғай оның жағына көріңіздер ғой, веб-сервер принимает клиентские запросы и преобразует в их объекты. Сонда объектке айландырады. Сонымен приложениеміз кетеді. Енді керісінше ответ қайтару үшін біз контейнер сервлетке Tomcatқа жібереміз. Ол бізге жауап ретінде біздің браузерге қайтып келеді. Так, енді магия Spring Boot. Spring Boot бізде жаңа айтқандай проекттерін оңайлату үшін, тәуелділерін бәрін жинау үшін, версияларын, автоконфигурацияны жасау үшін істелген нәрсе болатын. Енді бізде Spring Boot'тың құрудың жолдары бар. Мысалына қазір мысалымызды қараймыз, бірақ осы мысалда қарамастан бұрын өзіміз құрып көреміз. Немесе адреске кіреміз, Start Spring.io-ға.
бассақ мына жерде спрингіміз шығады қазір. Сонда проекттеріңіз қандай түрде, біз Maven'мен қолданған болатынбыз бізде POM-XML-мен. Кез келген үш тіл таңдайсыздар. Бұлар JVM машина жұмыс істегендіктен Java-ны таңдадық. Spring Boot-тың қай версиясын анықта 3.2.04 деген тұрақты версиясы. Өздеріңіз аттарын берсеңіздер болады. Жар бола ма, қай Java-ның версиясын. Мына жерде add dependency-ға біз енді web деп жазамыз. Осыны таңдаймыз. Generate басасыздар. Сонымен загрузкиді demo zip деп аталып тұр менде. Загрузкиге кірем. Demo zip-імді ашып жіберем қазір. Сонымен demo бір ашылды. Енді өзім проектімді ашамыз қазір. Қай жерге сақтаған кезде downloads-ның ішінде сақтаған болатынбыз. Загрузкінің ішінде. Demo 1. Мына жерде қара папкасы тұрады, соны таңдайсыздар. Осы проектке сенеміз дейміз, new деп жаңасын ашып жібереміз. Жаңа біз POM-XML таңдаған болатынбыз. Енді бізге веб қосылғандықтан, мына dependency қосылды. Spring Boot-тың өзінің паренті болды, 3.2. Бізге версиясын жазудың қажеті жоқ. Бізге автомат түрде мен айтқандай Spring Boot упрощенно диспетчер зависимости болады, группировка жасайды тәуелділердің бәрін. Соның бәрін совместимость бір-бірімен жаңа байланыстың версияларын келу үшін жасап қояды. Біз оны ойламаймыз. Болды, программамыз запускать еттік. Енді бізге тек қана логика жазуға тура келеді. Жаңа айтқандай, мынаны бассаңыздар, әлі бізде ешқандай компоненттер жоқ, биндар жоқ. Наранды бір бассаңыздар, нараның ішіне кірсеңіздер, ол контекстке барып тұр. Configurable application контекстке кетіп тұр. Configurable application ішіне кірсеңіз, аяқ жағында application контекстке келеді. Бізде Java config annotation деген класс болған. Біз соның ішіне project config-ті ашып, соның ішіне жаңа компоненттерді скан жасаған болатынбыз. Енді бұл бәр нәрсені өзі автомат түрде істейді бізге. Енді өзімізге мысалымызда контроллер құрған пакет. Енді естеріңізде болсын, мынау ең басты класс, мына демода пакетінде тұрғандықтан, бұл ең басты түбінде тұру керек. Қалған пакеттер соның ішінен сканировать етіледі. Енді біздің жаңағы контроллердің атын жазайық, hello controller. Енді біз жаңа аннотация қосылады, оның аннотацияның аты контроллер деп аталады. Енді көрдіңіздер ме? Міне горохтың түсі шықты, бин екенін біліп тұр. Мына демоға бассаңыз қазір, міне навигейт десеңіздер, міне demo application мен hello controllerді бізге автомат түрде болады, бин екенін көрсетіп тұр екеуі. Енді мына мысалымызды аламыз да көшіре саламыз. Мен жазуға еріндім, сол себепті не алдым. Regress mapping-тен контроллер бізде перехват жасайды. Қай жерге regress mapping деген аудармасында запростың жолы деп аударылады. Сонда бұл қай жерге баратын адресін айтылады. Біздің браузерде жазатын адресіміз. Немесе постмында жасалды да болады. Енді бізге return home HTML деп тұр. Home HTML-ға бару үшін статиктің ішіне біз жаңа HTML файл құрамыз. Оның атын hello деп қоямыз. Title body'ға қош келдіңіздер деп жазып жіберейік. Сонымен болды, логика жаздық, бір есептер жасадық. Бұлай басып көрсеңіздер де болады, get home деп оң жағын басып арқылы мына жерде. Бірақ толықтай жазу керек. Енді біз өзіміздің программамызды запуск жасаймыз. Жаңа айтқандай мына жердегі контейнер құрылады. Tomcat-тың. Ол веб пакеттің ішінде тұрады. Мына жерге кірсеңіздер, external libraries'тің ішіне кірген кезде қарасаңыздар, Tomcat сервер тұрады. Бәр нәрсесін бізге өзі. Қарасаңыз, біз өзімізді үйренген application контекстіміз, биніміз, осы уақытқа дейін
бірінші тарауда істеген библиотекалардың бәрін өзі автомат түрде бәрін ендіріп отыр. Мына жерде қазір қарайық. Tomcat деген жазуымыз дейік. Не? Tomcat деп тұр. Программаны запускать еткен кезде қарасаңыздар, Tomcat Start порт 8080 дейді. Өзінің міндетті түрдегі порты 8080, бірақ порттың санын өзгертсеңіздер де болады. Өздеріңіз білесіздер. Ол үшін мына жерге сервер порт деп жаза саласыздар. Не? 8081, 8080. Қайтадан программамызды запускать етемін. Міне Tomcat сервисі орындалып жатыр дейді. 81 портта болды дейді. Біздің программамыз 1 секунд, 1,5 секундта орындалды дейді. Енді оның көрудің жолдары localhost 8181/home деп жазамыз. Мінекеңіздер. 404 деген қатеміз берді бізге. Бұл қате не үшін болды? Бір адресті дұрыс көрсетпедік онда. Home controller, home HTML, бәрі дұрыс. Мына мысалымыз қарайық. сексен болды да. Мына welcome істеп тұр. Біздің енді 81 портымызда неге істемей тұрғанын қарайық. төрт қайтарып тұр, ондай адрес жоқ деп. Бармайды тұр бізге. Неге бармай тұрғанын түсінбедім. Так, қазір. Бәрі дұрыс. Бұл контролер келіп тұр. Пакеттің ішінен жүріп тұр. Статик. Қош келдіңіздер. Қазір рестарт жасап көрейін. Ой, мен басым кетті. Ой, мынау да ұзақ шығып кетті ғой.
Сканерсіз ұзақ жүріп кетті. Жарайды, бұл сканер жүргенше мен арғай айта берейін. Біз мынау Spring Boot арқылы құрған болатынбыз. Енді екінші жолы біздің құрудың жолы приложение басқан кезде, мысалы, қазір жаңа проект ашайық. Жаңа проект. Мына жерде сіздерде Spring Boot деп шығады. Demo 2 деген ат қояйық. Demo 2, Java, Maven, OpenJDK-мыз 17 тұра берсін, Jarnik. Мына жерге бізге веб деп жазасыздар. Create. Жаңадан экран ашайық. На pom XML кірсеңіздер, жаңағы зависимостьтің веб версиясын құрып береді сіздерге. Demo application setup бізде 17-ші версия Java болған болады. Жаңағыдай. Мынауды да әлі ашылмай кетті ғой. Мынау неге істемей қалды? Міне welcome деген ответ келіп тұр бұл жерде. сексен бір. Әне біздің неміз таппай жатыр. Бұндай адрес жоқ дейді. Неге екенін білмедім. Кэшін тазалап көрдім. Так, қазір тоқтата тұрайын. Пауза деген жоқ екен ғой. Жарайды, онда келесі видеода түсірген кезде дұрыстап түзеп беремін. Так, просто уақытымыз кетіп қалады. Жаңа веб деген dependency қосылды бізге, автоматикалық түрде бізге жаңа конфигурацияларын жасаудың жолдары міндетті түрде бізге контроллерді жазып салдық. Сонымен байланысты ол бәрін өзін іздейді. Статикке салдық, бәрі дұрыс, бәрі өз орнында тұр. Home бәрін көрсеттік. Неге істемей қалған қазір реттеп жазып жіберемін.